Бүгін сіздермен өзімнің ең жақсы көрген, әр қонақ күткен дастарханыма пісіретін пирогтарымның рецебімен бөлісемін. Бір қамырдан бірден 2 пирог дайындаймыз. Жұмыртқаға қантты салып араластырып аламыз. Ұнға қопсытқышты салып араластырып, сары майды салып, қолымызбен езіп араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқалы массаны салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып барып, сосын формаға жаятын боламыз. Біріншісі бізде шығыс пирогы. Қамырдың үстіне мейізді турап алған грек жаңғағын саламыз. Өрік болса, онда турап салсаңыздар болады. Үстіне қойылтырылған сүтті салып, қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Екінші пирогымыз сүзбелі пирог. Сүзбеге қант, жұмыртқа, қаймақ, жүгері крахмалы, ванильді қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Блендермен езіп алсаңыздар да болады. Жайып алған қамырдың үстіне салып, мен үстін әрлеу үшін құрма салдым. Қызып тұрған пеште 40 минут уақытта пісіріп аламыз. Формасында толықтай суытамыз, сосын барып 4-5 сағатқа не болмаса бір түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Сонда пирогтарымыз өзінің формасын жақсы ұстайтын, формасынан оңай шешілетін болады. Өте дәмді пирогтарымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.